Жақсы әке балаға 40 жыл азық дейді. Мен бір жаңа өлеңнің тұсауын кескелі тұрмын алдарыңызда. Осыдан 22 жыл бұрын жазылған ән. Бұл әнді жазған қазақтың дарынды сазгер әнші марқұм Ержан Серікбаев. Я, құлақтарыңызда жазылған әндері әлі тоқтамай айтып келе жатыр. Осы бір 4-5 айдың көлемінде жаздың кезінде бір үлкен жиын тойға бардым. Сол жиын тойда, сол ұзатылып жатқан қызымыз дүниеге келген уақытта, сол үйдің қызының құрметіне жазылған бұл ән екен. Бибайша деген ару қызымыз ортада уақыт зымырап өтіп жатыр. 22-ке толғанда сол ұзатылу тойы. Бибайша осында бар ма, отыр ма екен? Бибайша қызымыз біздің. Тұра ғой, қалқан. Осы қызымыз бой жетіп кеше ұзатылып, енді бір үйдің шаңырақтың қазіргі келіні. Осы қызып дүниеге келгенде балапаным деп Бибайшаның құрметіне жазылған ән екен. Мен сол кеште отырып, осы қызға арналған ән дегеннен кейін видеодан қарап қалып, аттай қалап, осы әнді өзімнің репертуарыма алып, жазылған әнді неге өздеріңізге жеткізбеске деген ой түйдім. Ержан бауырымыздың артында асылдың тұяғы бейбарыс ұлы бар. Сол бейбарысты шақырып, осы өлеңді сіздердің құрметтеріңізге.